Баршаңызға сәлем. Бүгінгі шығарылымда жүйрік жануарды қалай танимыз сол турасында айтатын боламыз. Жылқы тек көшпелілер өмірінің ғана емес, бүкіл адамзат дәуірі өркендеуінің алғышарты болған аса қадірлі жануар. Топты жарып алдына тірі жан салмас аттың қазанатын тану, шын жүйрік аттарды ежелден атам қазақ қалай тани алған? Сәйгүліктің бітімі болмысы оның бойындағы тасыған күші.Алы Бекен Қайратұлының кітабында қалай тануға болатынын жазған. Бұл белгілерді мұқият тыңдайық. Маңдайы кең, иегі сүйір, қабақ сүйегі үлкен және шығыңқы етсіз. Жон арқасы жалпақ. Қарны көк еті және бұлшық еттері буылтық, омырауы салпы. Төрт тұяғы дөңгелек үлкен болуы шарт. Жіліншегі ұзын сидам. Тұмсығы үшкіл, сағалдырығы, тілі және құлағы басқа жылқыдан ұзынша келеді. Екі құлағының түбі етті. Құйрығы мен шат сүйегінің тұтасқан жерлері жуантық және қабырғасының аражігі қалың болады. Мойын бітімі сопақша. Екі құлақтың қалқанша ұшы жұқа. Сан етінің төменгі жілікпен тұтасқан буыны және бақай сүйегі жіңішке келеді. Кәрі жілігі жақ сүйектің шөп шайнайтын тұсы. Сауыры. Құйрығы басқа жылқыға қарағанда шолақ, қысқалау сипатқа ие. Танауының қос тесігі және көзінің үстіңгі оймасы үлкен. Төрт тұяғы жалпақ, шабы алшақ болады. Маңдай төбесі, шоқтығы ұша, сегіз көзі бір келеді. Артқы тұяқтары алдыңғы тұяқтарынан үлкен болады. Құлағы жалынан биік шығып, артынан қарағанда ашық көрініп тұрады. Кекілі көз аясын жаппайтындай жұмсақ, жібек сияқты есіліп тұрады. Қарыны жұмыр, мінез сергек, жайлы келеді. Төрт жіліншігі, жон арқасы, сағалдырығы, тұмсығы, тілі, құлағы ұзын болуы шарт. Яғни жылқының осы аталған мүшелері ұзын болса, бұл жүйріктіктің белгісі. Құлағының түбі бас бітімі, саны құйрық түбі, шат сүйегі кең біткен. Және мойны алқымы, тұмсығы сүйір, қос құлақтың қырымен ұшар, ендігі жұқалтым жіңішке болады. Төрт тұяғы, қос таңауы, құлақ үңгісі, бұты. Ауыздығы зор болып келеді. Шы қапталы, бақайы, тістеулігі қысқа, маңдайы, шоқтығы, сегіз көздің ұшасы биік болады. Шор бунақты, желкелігімен шоқтығы жалғасқан, түйнек сіңірлі, аяқтарының арасы алшақ келеді. Сүбе қабырғасы мен мықынның арасы жақын, қабырғасының ені доғал. Арасы жиі, кеңсірігі кең, жалы ұзын, кеуденің ойында еті үлкен, бұты алшы талтақ. Еті қалың болады. Бақа еті қысқалау, қылтасы түзу әрі ұзын жылқының аяқ алысы жеңіл келеді. Терісі жұқа, жүні тақыр, жұмсақ, айналым орайы көп жылқы еркін әрі жылдам қозғалатын болады. Бас пішіні ұзын сопақша, етсіз, маңдайы жалпақ, иек сүйегінің шұңқыры терең, астыңғы ерні жер тіреген, танауы сүйір, тісінің ойығы бүтін, қыры өткір, дара ат азуы сыртына шығыңқы болады. Құйрық сүйегі ұзын, құйрықтың түбі жуан, шы жіңішке және қылы сұйық келеді. Қыза шабатын жүйрік қабылан денелі, ал шыға салма жүйріктер төртбақ. Алды арты тең дөңгелек денелі болады. Денесі ұзын, алдыңғы аяқтары қысқа, артқы аяғы ұзын еңкіш болса, өрге шабатын жүйріктің белгісі. Алды биік, арты аласа болса, еңісшіл жүйрік. Алды арты тең төртбақ денелі жүйріктер жер таңдамайды. Ал сонымен біздің ақпарат соңына жетті, пайдалы деп тапсаңыз тіркеліп қолдап кетіңіз.